Тілім менен ардақтымын, арлымын. Ана тілім, ең асылым, байлығым. Биыл еліміздің ақпарат кеңістігінде өзіндік орны бар салиқалы да салмақты басылым Ана тілі газетінің құрылғанына 30 жыл толады. Ана тілі газеті тәуелсіздіктің елең-алаң шағында 1990 жылы алғашқы номері жарық көрді. Содан бері ұлт мұратына, тәуелсіздігіміздің нығаюына, ұлттық құндылықтардың насихатталуына, салт дәстүріміздің, әдет-ғұрпымыздың кеңінен танылуына, оқырмандарымызға соларды жеткізуде үлкен еңбек етіп келеді. Осында 30 жылдық тарихтың ішінде Ана тілі газетінің бетінде ұлт мәселесіне қатысты, тіл мәселесіне қатысты өзекті ойлар, жақсы салиқалы мақалалар көптеп жарық көрді. Мәселен, үкіметке қатысты, парламентке қатысты, депутаттарға қатысты, қазақ тілінің толғаулы мәселелеріне қатысты Ана тілі еш уақытта өзінің позициясынан тайынған жоқ. Әлі де сол бағытымен дамып, оқырманның жоғары бағасына ие болып келеді. Ана тілінің 30 жылдық мерекесі баршаңызға құтты болсын. Әрдайым оқырманның көңілінен шығатын басылым ретінде еліміздің, мемлекетіміздің тұғырының биік болуына қызмет ете берсін. Мен өзім Ана тілі газетінде 10 жылға жуық уақыт жұмыс істедім. Қарапайым тілшіліктен бастап, бөлім редакторы, жауапты хатшы, бас редактордың орынбасары болдым. Газетте жұмыс істеп жүрген жылдарымда, тіл бөлімінде жұмыс істеген жылдарымда біз сонау Омбыға дейін барып қайтқанбыз. Сол жақтағы қазақ ағайындардың қал жағдайын біліп, сол жақтағы жас ұрпақтың қазақ тілін меңгеру дәрежесін байқап, Омбыдан үлкен материал жариялаған кезімізде болды. Одан кейін тіл инспекциясына байланысты көптеген мәселелер көтердік. Тіл заңының қабылдануына байланысты да көптеген мәселелер көтердік. Әрине, барлығы оң шешімін таппаған шығар, бірақ белгілі бір дәрежеде Ана тілі газетінде жарық көрген материалдар көптеген заңдардың қабылдануына, көптеген шешімдердің қабылдануына мемлекет тарапынан әсер етті деп айтуға толық негіз бар. Сондықтан өзімнің әріптестеріме, бұрынғы әріптестеріме, ұжымда бірге жұмыс істеген қаламдас аға, бауыр, іні қарындастарға осы газеттің туын әрі қарай да биік ұстап, шығармашылық жетістіктерге жете берулеріңізге тілектестігімді білдіремін.